Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге әуе толқынында Алтын ұрпақ радиосы. Біз бүгін нақыл сөздерді айтамыз. Нұрбек Әл-Фараби атамыздың осындай нақыл сөзі бар. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Сен бұл нақыл сөзді қалай түсінесің? Бірақ біршама қиын сұрақ. Менің ойымша, біреуге ақыл айтсаң, ол саған оңай келеді, ал сол ақылды өзің қиындықпен түсінесің. Бірақ сол ақылды өзіміз қолданбаймыз. Мен тағы да Абайдың нақыл сөзін білдім. Жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Қалай ойлайсың бұл туралы, Рахат? Менің ойымша, бұл нақыл сөзде жақсы достың қандай болу керек екені туралы айтылған. Себебі жақсы дос білген сырын сыртқа жаймас. Жақсы дос әрқашан адал. Сіздермен болған Алтын ұрпақ радиосы. Қош сау болыңыздар.